Ферма меңгерушісі көбіне жауапты тапсырмаларды орындауға мені жұмсайтын. Бір күні таңертеңгілік тапсырма беріп отырып, меңгеруші маған: «Данияр, сен зоотехник екеуің көрші ферманың бізге өтетін 2 отар қойын бүгін барып қабылдап алып, актісін толтырып, қол қойдырып келіңдер. Ауру сырқау малдарын алмаңдар. Хакімнің емдеу пунктіне өткізеді», деді. Зоотехник ересек момын кісі болатын. Мақұл деп зоотехник екеуміз 30 шақырымдай жердегі қабылдап алатын отарларға жүріп кеттік. Астымызда бір мотоцикл сусылдап келеді. Екі-екіден киіз үй тігіп, жаз жайылымда отырған отарларға бір пәсте келдік. 2 қора ортасындағы моторлы құдықтан су ішіп шығып келе жатқан 2 отар қой үйлеріне жақындап қалған екен. Шопандары басында жүр. Біз шеттегі төгілі тұрған киіз үйдің жанына келіп тоқтадық. Үй ішінде бір әйелдің кейде тістене сөйлеп, кейде бажылдап, біреуге ұрсып жатқаны естілді. «4 кластық білімі бар, бір көзі соғыр сен кімге керексің? Барасың соған», дейді әлгі дауыс. «Бармаймын, өлтірсеңдер де бармаймын. 40-тан асып кеткен, қатыны өлген кісіге әлі 18-ге толмаған маған қалай бар дейсіз?» дейді жап-жас қыздың дауысы. «Одан басқа сені кім алады?» «Алмаса ешкім алмай-ақ қойсын, осы ағамның үйінде-ақ жүре беремін». «Жүріп бопсың, жүргізбеймін». «Жүргізбесең қаңғыр бөлемін, бірақ жаңағы айтқаныңа бармаймын». «Барасың дедім ба, барасың». «Ойбай күйік, сен ақ күйдіріп біттің ғой, қаршадайыңнан әке-шешеңді жалмадың, енді бізге сор болмақпысың? Мәссаған!» деген ересек әйелдің даусына қосыла сарт еткен таяқтың даусы, «ойбай» деп баж еткен артынша сыңсып жылаған дауыс естілді. Таяқ тағы да сарт етті. Зоотехник кісінің құлағы ауырлау еді. «Не боп жатыр?» дегендей маған аң-таң болып қарап тұр. Мен одан әріге шыдай алмай, зоотехникке «маған ілесіңіз» деп ымдадым да үйге жүгіріп кірдім. «Ассалаумағалейкум», дедім даусымды жорта қатты шығарып. Пәкенелеу қара шомбал әйел қолындағы оқтауды кезекті соққы беруге жоғары көтере беріп, сәлемдескен маған жалт қарады. Жерде бүк түсіп 2 қолмен басын қорғап, бір уыс болып бүрісіп жатқан қыз да басын сәл көтеріп мен жаққа қарады. Қыз өте реңдеді. Қара шашы белінен асып жерде шұбалып жатыр. Ақ құба әлпетіне қиылған қара қасына қара шашы үйлесіп, жарасып тұр. Бірақ сол көзінің артқы жағынан орта тұсына, қарашығына дейін тұтастай шорланып, көгілдір тартқан шелді байқап қалдым. Мені көріп қойды-ау дегендей кеудесін көтере берген қыз сол қолмен көзін жаба қойып, теріс қарап бұрыла бергенде, оқтау дәл басына сарт етіп байғұс етпетінен құлады. Бірақ тістеніп дыбыс шығарған жоқ. Мен әйелдің қолындағы оқтауды жұлып алып, төр жаққа лақтырып жібердім де, әйелге оқты көзіммен ата қарадым. Түсім бұзылып кеткен болу керек, әйел шыдай алмай жүзін тайдырып әкетті. «Не болды сізге?» дедім зілді дауыспен. Негізі сұсым суық. Ашуланған кезімде түсімнен қандай адам болмасын сескеніп, сөзінен жаңылып сасқалақтап қалады. «Ештеңе емес, әшейін нағызбен бір нәрсеге келісе алмай, бұл сайқалда алған бетінен қайтпай», деп сасқалақтаған әйел түсіп кеткен орамалын қайта тартып жөндегенсіп жатыр. «Әшейіннен әшейін таяқтай бересіз бе? Одан кейін жап-жас қызға бұлапыт сөз айтуға ұялмайсыз ба?» «Сен өзі кімсің шырағым? Біздің шаруамызға неге араласасың?» «Мен 3-ші ферманың веттехнигі Даниярмын». «Ойбой, әлгі тауып атаның баласы екенсің ғой, кешір айналайын, танымаппын. Жоғары шығыңдар, әйтеуір ауыр сөз айта көрме, сені де әкесіне тартып дуал ауыз бопты деп жүр ғой жұртшылық», деп әйел лыпылдап төрге көрпеше салып әлек болды да қалды. Негізі наным мен сенім ырымды қатты ұстанатын даланың адамдары ғой. Бір жағы әкемді жақсы таныса керек, бәлкім емделіп те жазылғанда шығар. Жақсы әкенің даңқы бос бөлбеу баланы 10 жыл асырайды деген мақал есіме түсті сол кезде. Таяқ жеген қыз бүк түсіп теріс қарап жатып қалды.
Жаңағы әйел зыр жүгіріп дастархан жайып зоотехник екеумізге шай бермекші болып жүр. Қимылдай жүріп, бұл біздің үйдегі ағаңның інісінің қызы еді. Аты Гүлжамал. Әке-шешесі ертерек машина апатынан қайтыс болып кетті. Бұл қыздан үлкен бір ұлы бар. Қазір ол әскерде, өткен жылы кеткен. Кішкентай кезінде қызылша шығып, соның әсері болуы керек, бір көзін шел басып шорланып қалды. Үшкірттік, түкірттік, тәуіптерге апардық, ештеңе болмады. 4 класстан кейін балалар соқыр деп мазақтай береді деп оқымай қойды. 13-те отау иесі дегендей, өзі 18-ге келіп қалды. Менің бір ағайын ағам әйелі өліп жалғыз еді. Шеттей үйелмелі сүйелмелі 6 бала қалды. Соларға ана бол, тәрбиеле, жаңағы кісіге қосыл. Бір көзі оқырайған сені сондай адамдар болмаса, қатар құрбыларың алушы ма еді десем, көнбейді. Неше күн болды, жай сөзге көнбеген соң, жаңа әлгіде ашуланып оқтаумен 1-2 тартып қалғаным ғой. Дәрігерлерге көрсетпейсіздер ме? Ойбу, айналайын, доктор қайным-ау, облысқа дейін апарды осы үйдегі ағаң. Болмайды, көп жыл өтіп кеткен депті. Қыз солқылдап жылап жіберді.